кісімен жеке разбор жасап жатырмын да. Әл-Фарабидің бойынан күшті медитация жасап жатырмыз. Глубинаға жұмыс жасап, енді өте керемет жылап, ана кісі керемет уверенно болып тұрған кезде айттым, Әл-Фарабидің бойында 4 бөлмелі үйді көз алдыңызға елестетіңіз. Қараңызшы, сол үйді көріп тұрсыз ба десем, көзін ашып, маған ондай үй керек жоқ дейді да. Маған өзімнің ауылымда үй алғым келеді дейді да. Қараңыздар, көпшілігіңіз бәріңіз бай болғыңыз келеді ғой. Бай болсақ ақша көп. Біздің қателік неде? Ең үлкен қателікті айтайын. Бай адам деген кім десе, сіздер не дейсіздер? Ақшасы көп адам дейсіздер. Ақшасы көп адам. Қаншама историяда жағдайлар бар, қаншама байларды өздеріңіздің ауылдарыңызда, естеріңізге салыңыздар. Сіздердің әрқайсысы біздің ауылда болды. Мен аты жөнден айтпай қойын. Өйткені ол кезде бай болды. Қазір, скорее всего, бай емес. Мен енді білмеймін, ауылдан кетіп қалдым. Бай болса еститін еді ғой, көретін еді ғой. Біздің ауылдың байлары бай емес, құдай болды ғой. Мысалы, мектеп кезінде мен сабақта бізге бір мұғалім айтады. Бізде бір ренжімейтін шығар, енді ол класстасымыз естіп отырған болса, мен класстастарым қарап отыр деп ойлаймын. Бізде гаидің қызы болды, менің қасымда өте жақсы подруга болдық. Ол қыздың кінәсі жоқ қой, папасы гаи болғанына да. Класстастарым көріп отырса айта жаздап. Мұғалім сабақтан кейін айтады: Тұрсынбаева, Рысбекова, Бәленбаева, қаласыңдар, бүгін пол жуасыңдар дейді. Бір күн пол жуамыз, 2 күн пол жуамыз. Сол менің қасымда подругам бар еді да, ол кішкене тілі өткір. Мен кішкене өте ұялшақ болдым бала кезімде. Сонда сол бір күні сол айтты: апай, мен жумайым деді. Мен тұрым қасына тряпкамды ұстап алып жуа салайық деп тұрмын да. Мен жумайым деді. Оның әкесі Гай, біздің әкеміз жай деп тұрсыз ба деді. Олар неғып жумайды деді. Біз 4-ші күн жуып тұрмыз, Айнұр әкеміз. Жумаймыз деді да, маған айтты, жумайсың деп. Мен тұрмын тряпкамды ұстап алып. Примерно сондай сынақтарды бала кезімнен көрдік та. Яғни кедей болғанымыз үшін унижать ету деген дүние, бұл енді қазақтың ықылым заманынан кедейді басу, кедейдің мойнына іліп жіберу, кедейді кінәлі қылу деген дүние, бұл қазақтың қанында бар дүние. Оны біз мойындау керекпіз. Сондықтан мен бір нәрсені айтқым келеді. Сіз кедей емессіз, сіз просто қорқақсыз. Осы сіздің қорқынышыңыз үкіметке, қоғамға, айналаға, туысқанға пайдалы болып тұр. Сіз қорқақ болғаннан кейін жұмыстан шыға алмайсың. Өзің бизнес бастауға сенің духың шыдамайды. Сен бастығыңа барып, сіз не істеп отырсыз маған? Неге менің айлығым аз деп айта алмайсыз? Ақша жинаңдар дейді. Неге мен жинамаймын деп айта алмайсыз. Сіз просто қорқақсыз. Одан кейін Тұрсынбаеваның сабағына қатыссам, мүмкін осы күшті болып кетем ба деп қатысады. Аналардың бәріне көрсетемін, қазір мен бай болып кетемін, осы сабаққа қатысам деп ойлайды. Ойының бәрінде марафонға төлеген бір байқұс 3000 теңгені ойлап отыр. Туй, блин, осы 3000 теңгеге жаңа айтып отыр ғой. Сол ақшаға шетелге шығуым керек еді деген сияқты кеткен ақшаны ойлайды. Кім кеткен ақшаны ойласа, кім кеткен ақшаға қайғырса, осы жерде 1045 қазақтың енді осы особенно кедей қазақтардың 70-80%-ында бар пирамидаға алдану. Кооператив дегендерге алдану. Олардың барлығы ешқандай пирамидаға мен де қатысқам, квестраға $100,000 салып, соның $30,000 күйіп кеткен, осы жерде отырмын, бетін табақтай болып, $70,000 алдым, $30,000. Не үшін мен пирамидаға салдым, жандарым? Не үшін мен бардым квестраға? Өйткені менің қолымда последний $100,000 тұрды, үй алам деп отқан, соны көбейтіп алайын дедім. Өйткені ол ақшаны спокойно мен кез келген дүниені сатып, атым бар, затым бар, бір бизнес жасасам да, мен оны по-любому көбейте алам деген сенім менде болған жоқ. Мен ол $100,000 анаған жұмсаймын, мынаған, ол азайып баратты да көз алдында. Ойбай, көбейтесің дегенде мен оны зерттеген де жоқпын, мен оны сұраған да жоқпын. Яғни алаяқтарда, ол пирамидада, кооперативте, социум, қоғам, айнала туған туысқанның барлығы сіздердің қорқыныштарыңызды пайдаланып, жоқсың кедей боласың. Сен қайдан саған байлық келеді? Саған қайдан байлық келеді деп сіздің болыңызбен ойнап келе жатыр. Бұл өте ауыр сіздерге естуге. Сондықтан бір нәрсені білу керексіз. Сіз неден қорқасыз? Осы сұрақтың жауабын табыңыз. Осы қорқыныш сіздің тыныштығыңызды алып тұр. Осы қорқыныш сіздің
сіздің сол деңгейде қап кетуіңізге әсер етіп тұрған дүние. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Бірақ мен айтайын, арман деген не ол? Это сказка. Бәрі армандайды. Бүкіл ақшасы жоқ адамның бәрі армандап отыр. Ой, үйім шіркін-ай дейді да. Арманнан көк тиын пайда жоқ. Армандар орындалмайды. Осы уақытқа шейін армандар орындалады деп келдік қой. Арман орындалады. Ол мақсатқа айналған кезде. Жандарым, бұл сөзді мен сіздер өмір бақи естіп келе жатырсыздар. 2017-те психология деген шықты ма, марафон деген пайда болды ма, 17 жылдан бері естіп келе жатсыз. Армандар орындалады. Мышлениеңді өзгертіп, өзің өзгерт. Ойыңды өзгертсең, сен өзгересің. Өмірің күшті болады, бәрі өз қолыңда. Керемет болу сенің қолыңда деген әңгімені естідіңіздер. Оған тойып уже құсқыларыңыз келіп жатыр, уже тошнит уже да. Қатысып жатсың. А неге өзгеріс жоқ? Біріншіден, арманды мақсатқа айналдыратын кезде фук етіп ана қорқынышыңыз оянып тұр. Вот, пожалуйста. Сол үшін мен бүкіл марафонымда, бүкіл тікелей эфирімде тегін бар, ақылы бар, аузым ақ тер көк тер бүкіл кітабымда қорқыныш деп айтып келе жатырмын. Қорықпаңыздар. Қорқақ әйел қорқақ баланы тәрбиелейді. Қорықпаңыздар. Ештеңеден қорықпаңыздар. Бір Құдайдан ғана қорқыңыздар. Болды. Басқа ештеңеден қорықпаңыздар. Сіздің бастығыңыздың бастығы бар. Бір Алла тағала. Ешкімнен қорықпаңыздар. Ешкім сізге бөгет жасай алмайды. Ешкім сіздің қанатыңызды қайыра алмайды. Бүгін 150 мың тауып отырсыз ба? 150 миллион теңге ойланып көріңізші, миыңызға сыя ма? Конечно, сыймайды. Айтпай қойсақ болады. 150 мың теңге деген адамға 1,5 миллион теңге деші дірілдек бітеді ғой. 1,5 миллион теңге тапқыңыз келе ма десең, жоқ, Айнұрхан 500 мың жетеді маған дейді. 500 мың жетеді. Сосын 500 мыңды табады. Сосын қайттан келеді. 500 мыңды көбейтуге бола ма деп. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Барлығы түсінікті болып жатыр ма? Так. Бизнес бастағым келеді, бірақ қорқыныш бар. Молодец. Енді не істесем болады? Бауырым кетті. Өзімде кризис. Бауырыңыз қайда кетті? Так. Ойланып отырыңыздар. Мен сіздерге енді 2 ай сабақ өткен жоқпын. Аллах бірінші әуелі Алла біліп тұр деп ойлаймын ниетімді. Екінші, қатысқан оқырмандарды естіп жатсыздар нәтижесін. Көпірмей ақ қояйын, мақтанбай ақ қояйын. Қазақ қоғамындағы танымал инфобизнес жұлдыздары, танымал қазіргі кәсіпкер қыздардың 99% түп санадан шыққан менің шәкірттерім деп шыңғырмай ақ қояйын. Так көріп отырсыздар, біліп отырсыздар. Бір әңгімені миллион рет естіп отырсыздар. Нәтиже жоқ. Біреуде сәл бар. Әйтеуір алға келе жатырсыздар негізінде. Келе жатыр. Түп санаға 28 күнде жатыр. Бүйтіп келе жатырсыздар. Қазіргі қоғамның дерті ақша болып тұр. Қоғамның дерті ақша. Ақшаны ойлаған кезде бүкіл өмірмен жақсы. Ақшам көп болса күшті жігітке тием. Ақшам көп болса күшті құдағиларым болады. Ақшам көп болса бүкіл тойдың мәселесін менімен ақылдасатын болады. Төрде отырам. Ақшам көп болса бірінші мені шақырады. Елдің бәрі менімен араласқысы келеді. Деген сияқты ішіміздегі қуысты ақшамен толтырғымыз кеп жүрген жайымыз бар. Ақша бүкіл проблеманы шешеді деп ойлаймыз. Бірақ өкінішке орай ақшамыз жоқ. Сол үшін, естественно, ақша болмағасын, проблема да шешілмейді деген қорқыныш бар. Алла қаласа, кешірім өтінем. Қараңыздар. Біз бұйырса марафонның бірінші күні, 10 күні дайындығымыз бастаймыз, 11 күні бізде иман нұры марафоны басталады. Бұл марафон сіздерге не береді? Бұл марафон біріншіден марафонға қатысушылар ақшаларыңызға көп қайырымдылықтар жасалынады. Үлкен ірі қара мал сойылады. Алматы қаласындағы шетіндегі
өте әл ахуалы төмен отбасыларға сіздердің аттарыңыздан азық-түлік таратылады.